Бәріне сәлем, сіздермен мен Ақжолтай. Біз 5-ші сабаққа келіп жеттік. Өткен сабақта негізгі және салыстыру операторларын өткен болатынбыз, ал бүгін логикалық операторларды түсіндіреміз және сонымен қатар if-else шартты операторын өтеміз. Ноутбуктарың мен лайктарың дайын болса, кеттік. Логикалық операторлар үшеу ғана болады. Немесе or және and және емес деген ағылшыншасы not. Осындай үш символ бізде логикалық операторларды қолданады. Сонымен әрқайсысын кезек-кезек өтіп шығайық. Алғашқы қарастыратын оператор немесе деп аталады. Оны жазу үшін мынандай екі вертикаль сызықты қолданамыз. Бұл сызықты табу үшін shift басасыздар да және интердің жоғары жағында мынандай слэш деген батырма бар, соны бассаңыздар, міне мынандай бір вертикаль сызық пайда болады. Енді біз қысқаша айтатын болсақ, бұл оператор алғашқы ақиқат мәнді қайтарады. Енді мысалға көшейік, мына жерде true немесе true деп тұр. Бұл жерде ең бірінші оперант ол ақиқат болғандықтан бірден соның мәні қайтарылады. Міне true деп қайтарылды. Екіншісінде true немесе false. Әрине біріншісі true болғандықтан бірден соның мәні қайтарылады. Екіншісінде де false. False ол ақиқат болмағандықтан онан өткізеді, келесін шығаратын болады. Бұл true болды бізде. Және соңғысында false немесе false деген кезде енді мынау ақиқат емес, келесі бұл да ақиқат емес. Сондықтан бұл оператор ең соңғы мәнді шығара салады. Сонымен бұл false болды. Енді әртүрлі типтерді қарастырып көрейік. Егер біз санды көретін болсақ, нөлден өзгенің бәрі булинға айландырғанда ол ақиқат деген мәнге ие болатын. Сондықтан міне бірді көріп тұрған немесе операторы бірді шығарады. Міне бірден бірді шығарды. Екіншісі, бұл жерде енді true немесе бір мәтін. Енді екеуі де true болып тұр ғой бұл жерде. Бірақ ең бірінші қайсысын көрді, соны шығаратын болады. Міне true. Екеуінің орнын ауыстырып көрейік. Міне JS-ті бірінші жазайық та, одан кейін немесе true деп жазсақ, онда ең бірінші мәнді, яғни JS деген мәнді қайтарады. Ары қарай null немесе 58. Null'ды естеріңізде болса, ол ақиқат емес, false'қа өзгереді. Сондықтан ол оны немесе операторы өткізіп жіберіп, келесі мәнді қайтаратын болады. Міне 58 шығарды. Енді 3 оперант жаздық. Бұл жерде null ол ақиқат емес, JS ақиқат, бірақ мына жерде соңғысына 0 тұр, соңғысына тіпті жетпейді. Сондықтан міне JS-ті мына жерде шығарды. Енді соңғысы ешқандай ақиқат болмаса, осындай бізде мысал болуы мүмкін. Undefined, мынадай бос орын емес, тіпті мынау жай мәтіндік тип және null. Бұл жерде ешқайсы true емес, сондықтан ең соңғы мәнді шығаратын болады null. Енді null'ды да өткізіп жіберіп 0 деген сан жасақ, 0 да ол false қой. Енді не болатынын көрейік. Бұл жерде де әрине ең соңғы мәнді қайтаратын болады. Мынадай шын өмірден мысал келтіріп көрейін. Менде қолданушылар бар болсын, және мен оларды қайырлы таң деп оларға амандасуым керек. Және бұл жерде бір мысалы олардың атын қолданамын. Бірақ ат бос болуы мүмкін. Олар өздерінің есімдерін жазуы мүмкін. Бірақ бізде тегі бар, олардың тегі бар. Тегін қоятын болсам, user last name, ол да бос болуы мүмкін. Сондықтан менде good morning және бос орын болып қалды. Сондықтан мен екеуінің біреуі бар екенін білем ғой, екеуінің біреуін жазуы мүмкін адам. Сондықтан мен мынадай жаңағы біздің немесе деген операторымды қолданамын. Енді бізде біреуі бар болсын, мысалы last name болсын, менің өз фамилиям болсын, және осы кезде міне аты жоқ, бірақ оның тегі бар, тегі шығарып тұрады. Ал егер тегі жоқ, бірақ аты болса, онда осы жол бізде аты шығатын болады. Себебі мына немесе операторы жаңа айтқандай, қайсы trueға келеді, қайсы ақиқат, соны көрсететін болады. Енді екеуі де жоқ деп ойлайық, сол кезде біз тағы бір үшінші мәнді қоясақ болады. Мысалы, user 123 бұндайды кейбір әлеуметтік желілерде көрген шығарсыздар. Сіздердің user дейді және
сіздердің бір қандай да бір сандарыңыз көрсетіп тұрады. Сол кезде енді біз ештеңе жоғалтпаймыз. Қараңыздар, мынаны сақтаймын, тексеріп көрейік. Міне user 1 2 3. Егер мына user болмаса, жаңа тіпті бос болушы еді. Қазір кішкене түсінікті. Енді мынадай мысал қарастырайық. Алмалар 5, балалар 7 деген осылай екі айнымалы жасап алдым. Және мына жерде мен балалар мен алмаларды салыстырам. Балалар аз болса, және алмаларды қос деген екі мынадай өрнек бар, және ортасында немесе деген оператор тұр. Енді бұл жерде немесе болғандықтан ол мына жердің салыстырады. Бірінші балалар кіші ма? Жоқ, мына жер false болады. Сондықтан бұны орындамайды. Бұған өтпейді, келесіге өтіп кетеді. Келесіге өтіп кетеді да алмаларды қосады. Яғни мынау false қазір. Сондықтан алмалар қосылады. Естеріңізде болса, плюс ол деген бірге қосады. Міне 5 болғандықтан қазір біздің алмалар 6-ға тең. Енді әлі де жетпей тұр балалар. Сондықтан сақтаймын да, мынаны көшіремін да, қайтадан тағы бір жол жасаймын. Бұны енді сақтаймын. Жаңартып көрейін. Менде енді алмалар 7-ге тең болды. Егер тағы да қосып көрейікші. Егер тағы қоссақ қалай болады екен? Тағы да қостым. Үшінші осындай тура өрнектің көшірмесі. Енді 8 болып кетті. Әлі енді мына жер неге орындалмады? Тең болғандықтан мына жақ қазір орындалып кетті. Енді тағы да бір төртіншісін жасайтын болсақ, ол орындалмайды. Міне 8 болып қалады. Себебі мына біріншісі true болып кетті ғой. Бірінші өрнек true болып кеткен үшін мына Apple++ орындалмады. Енді мынау дұрыс болу үшін мынаны артық деп жасауымыз керек. Сол кезде енді 9 болып кетеді алма. Сөйтіп осындай өзіміздің білетін операторлармен біз осындай условия дейді ғой, шартты оператор жасаған сияқты болдық. Бірақ шартты операторды әрине осыдан кейін өтеміз. Келесі қарастыратын оператор ол and, немесе қазақша айтқанда және. Бұл енді немесеге қарама-қарсы ең бірінші false болатын мәнді іздейді. Міне қараңыздар. Ең біріншісінде true және true. Бастапқысы ол false емес, сондықтан ол екіншісін қарайды. Екіншісі true емес, бірақ false жоқ болғандықтан соңғысын true'ды қайтара салады. Мына жерде false бірінші тұр, сондықтан сол false'ты қайтарады. Мына жерде true ол әрине false емес, сондықтан келесісін қарайды, ол false, осыны false қайтарады. Ал мына жерде бірінші false'ты қайтарады. Сонымен ең бастапқы true және true деген ғана true болды, қалғандарының бәрі false мәнге ие болады екен. Әртүрлі типтерді қарастырайық. Бұл жерде бірінші мысалда JavaScript деген мәтін тұр, және 0, 2, 3. Енді ең бірінші false мән ол 0 әрине false мәнге ие, boolean типінде, сондықтан ол ең бірінші сол мәнді қайтарады. 0 қайтарылып тұр. Екінші мысалда 1, 2, 0 және 3. Әрине сандардың барлығы ешқайсы false емес, сондықтан 0 бұл жерде қайтарылады. Ал соңғы мына мысалда, үшінші мысалда 15 және 42 деген екі мәтіндік тип берілген. Бұл жерде екеуі де true болғандықтан соңғы мән қайтарылады. Міне 42 қайтарылып тұр. Бағана or'ды айтқан кезде, немесе операторын айтқан кездегі мысалға қайта оралайық. Бірақ and пен жазып көрейік. Міне бізде тағы да балалар 7 және алмалар 6. Енді көбейту үшін, алмаларды көбейту үшін біз салыстырамыз. Балалар мен алмаларды салыстырамыз. Егер балалар саны артық болса, онда мынау, егер true болатын болса, онда мынаған өт деген сөз. Алмалар енді бізде аз болғандықтан әрине мынаған өтеді. Және біздің алмалар саны міне қазір көріп тұрсыздар 7-ге тең. Енді тағы бір нені қояйық, тағы бір осы өрнекті көшіріп қояйық. Енді алмалар қайтадан салыстырамыз. Енді мыналардың саны тең болып кетті ғой. Бірақ мынау әлі де бағанағыдай емес. Бұл жерде енді екеуі қазір тең болып тұр. Сондықтан false болады да, осы өрнек қайтарылады. То есть ештеңе қайтарылмайды. Мынаның мәні true false деген ғана қайтарылады, болды. Бірақ мына жақта алманың саны өзгермейді. Көрейік, тексеріп, 7 болып қалды. Егер or мен and бір өрнекте келген болса, онда приоритет әрқашанда and-ге жәнеге жұмыс істейді.
Міне мынадай мысал, 1 және 0 немесе 2 және 1. Ең бірінші мына өрнек орындалады, 1 және 0. Бұл жерден бізде қандай өрнек шығады? Тура соны жазып қояйық. Міне 1 мен 0-ның және қойған кезде бірінші false ол 0, сондықтан 0 қайтарылады. Және немесе әлі қалып тұр, немесе әлі орындалмайды. Екінші болып мына end орындалады, 2 end 1. Енді екеуі де true болғандықтан мына 1 қайтарылады. Соңғы мән 1 қайтарылады. Сонымен мына біздің өрнек мынаған тең болады, 0 немесе 1. Енді мына 0 false болғандықтан, мына 1 true болғандықтан бізде мән 1-ге тең. Сөйтіп сонымен жауабы 1-ге тең. Үшінші операторға келдік. Емес деген оператор. Ағылшынша айтқан кезде not. Егер ол не істейді? Ол сол тұрған мәнді өзінен кейін орналасқан айнымалыны немесе мәнді булинға айналдырып алады. Содан кейін барып, оған қарама-қарсы мәнге өзгертеді. Мысалы, мына жерде true, енді ол булин болып тұр. True, оған қарама-қарсы false. Егер мына жерде false жазатын болсақ, мен false жаздым. Бұл жерде енді жауабы true болады. Булин ғана емес, басқа да типтерді көретін болсақ, міне null бізде булинға айландырған кезде false, және мына not операторы оны қарама-қарсы, яғни trueға айландырып жүреді. Сонымен мына жерде жауап true. 1 ол бізде true, not қолданған кезде false болады. Мынадай бос жазу, бос мәтіндік тип ол бізде false, және not қолданған кезде trueға айландырады. Мынандай мәтін, қазақша деген, бұл әрине true, ал өзгерткен кезде оны falseға айланады. Біз егер notты 2 рет қолданатын болсақ, мына мән 2 рет өзгереді деген сөз ғой. Яғни өзінің булин деген типіне қайта айналып келеді. Сонымен қараңыздар, 2 рет not қолданған мән ол булин деген бір функцияның мәніне тең. Яғни мына мәтін деген сөзді біз булинға айландырып отырмыз. Сонымен 2 жолы бар екен оны айландырудың. Екеуі де тең. Приоритетке келетін болсақ, not операторы приоритеті үлкенірек. Міне мынадай мысалда әрқашан ең бірінші мына not операторлары бірінші жұмыс істейді. Енді мына мысалды қарастыратын болсақ, not true деп тұр, ол әрине false айналады. False ended, мынаны тура қайталап жазайын, кішкене қысқартып. Or әлі орындалмайды. 18 және end, мына not undefined деген ол бізде trueға айналады. Енді мына жерде бірінші false таңдалады. Бағана өткендей end операторы жұмыс істейді бұл жерде. Енді false қалады. Ал мына жерде бізде екеуі де true болғандықтан соңғы мәнді алынады. True, false немесе true. Бұл жерде әрине бірінші true мән алынады. Яғни бізде жауап true шықты. Тағы бір оператор қарастырып кетейік. Бұл қосымша оператор, null оператор деп аталады. Немесе nullмен салыстыру операторы деп аударуға болады. Ол қалай жұмыс істейді? Егер бірінші мән null немесе undefined болмаса, сол мән қайтарылады. Ал егер онда екеу емес, басқа мәндер болса, онда екіншісін қайтарады. Ол мынадай 2 сұрақ белгісімен жазылады. 2 сұрақ белгісімен. Енді оның мына end пен orдан қандай айырмашылығы бар екенін мен бірден мынадай мысалмен қарастырып көрейін. Бізде температура өлшеу керек болсын, температураның мәнін жазу керек, және егер есептелмеген болса, ол undefined болады, немесе null болады дейік. Ал есептелген болса, бір қандай да бір сан болсын. Егер есептелмеген болса, мен есептелмеген деп шығаруым керек. Міне қараңыздар. Егер мен температура қазір 10 дейік. 10 дедім, және end пен жазып қарасам, мен есептелмеген деп шығарады. Себебі end операторы ол бірінші false мәнді іздейді. False мән болмағандықтан ол есептелмегенді шығара салады. Енді orды жасап көрейін. Енді orды жасап көрсем, онда or әрқашан алғашқы true мәнді іздейді.
жаңартам. Міне онды шығарды, өте жақсы, ешқандай проблема жоқ. Мүмкін мына орды қолданамын, иә. Бірақ ордың жұмыс істемейтін мәні бар. Егер 0 қойсам, ол мына немесе операторы оны алмайды да, оны false ретінде қарастырады да, есептелмегенге жібереді. Сондықтан мына екеуінің істемейтін кездері болады. Міне байқасаңыздар, мына end оператор қазір істеп тұр, бірақ бағана басқа мәндерге істемеген. Енді undefined немесе null болған болса, мысалы қазір undefined болып тұр, жаңартам. Не болды? Мына or операторы дұрыс істеді. Міне undefined болған кезде есептелмеген деген шығару керек, бірақ end операторы ол мына undefined'ның өзін шығара салды. Мына ол мына жазуды шығару керек болатын. Сонымен екеуі де маған жұмыс істемейді, дұрыс келмейді. Сондықтан мен null операторын қолданам. Енді осыны салыстыру керек. Undefined болған кезде есептелмеген деп шығарды. Енді барлық мәндерді қарастырып шығайық. Null деген мәнді қарастырайық. Бұл кезде де есептелмеген деген шығады екен. Енді жаңа 0-дан бастайық. 0 деген мән болсын. 0 деген мән болса, енді 0 температура болады ғой. Ол дұрыс 0-ді шығарды. Жаңа екеуінің бір операторы, мына екеуінің біреуі істемейді ол кезде. Мына or операторы істемейді ол кезде. Басқа мән берейік, 10 деген температураны берейік. Бұл кезде 10-ды шығарып тұр. Минус санды берсек те, әрине ол дұрыс орындалады. Сонымен мына 0 операторы 0 мен undefined қана іздейді, соны ғана тексереді. Ал false бола алатын жағдайлар да 0 немесе бос орын, сол кезде енді бұл өте жақсы жұмыс істейді. Программалауда ең көп қолданатын операторлардың бірі бұл шартты оператор. Бұл не үшін керек бізге? Біз кейде кейбір код бөлігін бір қандай да бір шарт орындалса ғана соны шақыру керек боламыз. Ал ол шарт орындалмаса, ол кодты орындамаймыз. Міне, бұның синтаксисі өте оңай. If дейсіз, if деген егер деген сөз, қазақша аударсақ. Егер мына шарт true болатын болса, яғни мына шарт дұрыс болатын болса, оның ішінде тұрған, мына ерек жақшаның ішінде тұрған кодты орындау керек. Ал мына шарт false болатын болса, мына JavaScript мына кодты орындамайды. Келесі мына төменгі жақтарға кете береді. Енді мысал қарастырайық. Мына жерде бізде message деген айнымалы бар. Айнымалының мәні бар. Оны біз консольға шығаруымыз керек. Бірақ бір қандай да бір шартпен. Егер 3 10-нан артық болса, онда мына консольді шығар деп тұрмыз. Жаңартам, ештеңе шықпайды. Себебі мына шарт бізде тұруға айналмайды. 3 10-нан кіші, сондықтан мына жер false болғандықтан JavaScript мына ішіндегі кодты орындамайды. Енді мынаны дұрыстап жазайық. True болатындай. Енді жаңартсақ hello world шығады. Әрине біз айнымалыларды қолдана аламыз. Мысалы, мына жерде 2 айнымалы жасадым, және оларды салыстырам. Тең ба деп, тең болғандықтан менде осы message консольда шығады. Ал егер біреуін өзгертсем, екі түрлі сан берсем, онда әрине мына шарт орындалмайды. If-ті жазған кезде біз күрделі шарттарды да қолдана аламыз. Мына жерде тіпті математикалық өрнектер де бар. Егер бүкіл өрнек мәні true болатын болса, онда мына шарт орындалып, ішіндегі кодты JavaScript орындайтын болады. If-тің шартына міндетті түрде boolean мәнін қою керек емес. Оның орнына өзге типтерді жаза беруге болады. Міне мысалы, бұл жақта мен мәтін жаздым, және ол бізде booleanға айландырған кезде true болады. Сондықтан if орындалып, мына жерде true ма false па деген мән шықты. Енді мына жерде әрине, егер ештеңе жазбайтын болсам, ол бізде boolean мәнінде false қой. Сондықтан мына жерде менде ештеңе шықпайды. Егер сізге бір ғана инструкция орындау керек болса, мысалы, бір ғана консоль шығару керек болса, онда мынадай қысқа жолмен жазуға болады. Сонда мынадай ерек жақшамызды бізге қолданып керек емес. Міне мынаны шығарайық. Бізде қысқа шарт орындалып тұр. Егер мына консольді мен төменге қарай түсіретін болсам, бұл да әлі орындалып тұр, қараңыздар. Мына basic false жасайық та, қысқа шарт не шықпайды. Егер тіпті келесі
біраз жолға дейін түсіріп тастасам да, бұл мына if келесі инструкцияны іздейді. Келесі инструкцияны іздеді, шығарды. Немесе шығармайды. Енді мен тағы да бір, оның қасына тағы бір консоль жазайын. Бұл бізде мысалы true деген мәтін шығарсын. Міне true дедім, екі консоль қойдым if-тан кейін. Екеуі де негізі орындалмау керек сияқты болып тұр. Енді көрейік. Жоқ, бізде true орындалады. Себебі қараңыздар, мына if егер жақша қоймасаңыз, ана ерек жақшаны, онда ол келесі операцияны орындайды да, одан кейін келесіге ол жұмыс істемейді. Одан кейін келесі ол if-тің ішінде тұрған жоқ, ол былай тұр, міне қараңыздар. Мына консоль ғана if-тің ішінде тұр. Сондықтан мынамен абай болу керек. Егер сенімді болмасаңыз, онда ерек жақшаларды қолдана беріңіз. Егер бізде мына if шартты қанаттандыратын болса true'ды, онда біз мына console.log кодты орындаймыз. Ал енді ол орындалмайтын болған жағдайда біз тағы бір нәрсе шығару керек болатын болсақ, онда біз else-ті қолданамыз. Мысалы, қараңыздар, мына жерде 0-ден кіші болатын болса температура, онда мұз қатады. Ал егер одан артық болса, онда яғни бұдан бөлек өзге кезде, онда біз мұз қатпайды дегенді шығаруымыз керек. Ол үшін біз else деген операторды қолданамыз. Else қарапайым if сияқты, бірақ else-тің әзірге мынандай несі жоқ, шарты жоқ. If-тің өзінің шарты бар біреу, және мынау егер ондай болмаса деген сөз. Егер мынау орындалса мынау, болмаса мынау. Сөйтіп бізде мұз қатпайды деген шықты, міне қараңыздар. Ал егер минус болатын болса, минус 10 болсын, бұл кезде енді бізде мұз қатады деген жазу шықты. Else-тен кейін басқа да if операторын қосуға болады. Міне мынадай мысал, егер біздің санымыз 50-ден артық болса, онда на консоль шығар дейді. Олай болмаса, және 30-дан артық болса, онда 30-дан артық деп шығар деп тұр. Олай болмаса, және 10-нан артық болса, онда осын шығар, және тура солай 1-ден артық болса, осын шығар, және ешқайсы орындалмаса, else мынаны шығар деп тұр. Міне 5-ті жаздық, біздің санымыз 5, ол мынаны қанағаттандырмайды. Қараңыздар, 50 5-тен артық емес, 30-дан артық емес, 10-нан артық емес, тек 1-ден артық. 1-ден артық болғандықтан, осы жерден біздің if-тарымыз тоқтайды. Сөйтіп ол 1-ден артық деп текст шығарады. Ал егер 15 қылатын болсақ, 15 қылдық, жаңартамыз. 50-ді тексерді, 50 орындалмады, қанаттандырмады, 30 ол да жарамайды. Енді 10-нан артық ол жарайды. Сондықтан осыны шығарады да, осы жерден тоқтайды. Тоқтайтындықтан осы 10-ды ғана шығарды. Ал егер ол тоқтамайтын болған болса, онда 1-ді де шығарушы еді. Енді мынауда қанаттандырып тұр ғой, бірақ else тұр, қараңыздар. Мұнда бірінші орындалса болды, осыны шығарады. Егер 25 емес, кішкене үлкейтейік, 55 деген жазайық. 55 енді ең бірінші шартты қанаттандырып тұр, 50-ден артық па деген. Және соны шығарады, қалғандарына кірмейді. Енді мына соңғы else-ті шығаратындай не істейміз? Ол 1-ден кіші болу керек, яғни 0 жазып көрейін. 0 жазсақ, онда шарттарын ешқайсысын қанаттандырмайды да, else-тің ең соңғысын шығарады. Тіпті минус сан болса да, ол да бізде мына шарттарды қанаттандырмайды. Шартты операторын тағы да басқаша жазуға болады. Ол үшін міне біз мынандай сұрақ белгісін және қос нүктені қолданамыз. Синтаксисі мынандай, біз қандай да бір шарт қоямыз, булин мәнін қайтаратын. Сұрақ белгісін қоямыз, бұл if деген мағынада. Ол орындалатын болса, true болса мына мәнді қайтар дейді, болмаса мынаны қайтар. Сонымен мына біздің шартты операторымыз, бұл қандай да бір мына мәнді немесе екінші мәнді қайтарады. Бұл осылай қарапайым жұмыс істейді. Бұның енді қолдану көрсету үшін мен мысал көрсетейін. Бізде мынадай сәлем деген сөз болсын. Және бір қандай да бір шарттарға байланысты олардың адамдардың аттарын шығарайық. Мысалы, сәлем, азамат немесе арай. Енді мына жерде шарт орындалып тұр, true болғандықтан енді бізде азамат шығып тұр. Өте қарапайым. Енді тура осыны біз сәл басқаша жазайық. Мына біздің
сұрақ белгісі шарт операторымен жазып көрейік. Міне бұл жерде біз message end дегенді, міне месседжді қайта мына жерге алып келейік. Бізде сәлем деген месседж бар, және message end біздің месседждің соңғы жағы. Егер дейді 5 жаңа 10-нан артық болса, онда мынаны көрсет дейді. Ондай болмаса, онда мынау false болатын болса, онда екінші сөзді көрсет деп тұрмыз месседжді, және месседжге оны қосамыз. Енді мынаны шығарып көрейік жаңартып. Сонымен бізде сәлем арай деген мынадай сөз шықты. Осылай, егер сіздерге бір қандай да бір шартпен мән керек болса, онда сіздер осы сұрақ белгісін қолдану арқылы қысқа жаза аласыздар. If-ті, үлкен if-ті бәрін жазып отырғаннан көрі, осылай өте ыңғайлы болады. Ал қалған жағдайларда if-ті әрине қолдана бересіздер. Құрметті достар, біздің кезекті шығарылымыз тәмам. Біз бүгін логикалық оператормен өте кең қолданатын, көп қолданатын if-else шарт операторын сөз еттік. Іске сәт осыны үйде жасаңыздар, үйреніңіздер, программист болыңыздар. Видео ұнаса лайк қойыңыздар, канал ұнаса подписаться кнопкасын басыңыздар.